Mama, bugün kechte azыр 12 болған кезде Аяз ата мен қонақтар келе ма үйге? Ya kızım, kechte атамның үйіне барамыз. Bayramды сол жақта күтіп алайық сұрма. Рахмет, кейінгі жылы үйде күтерміз. Мама, сонда не, бүгін ағам үйде күтпейміз ба? Жыл сөйтеміз мама. Еш болмаса осы жыл торт алып, Аяз ата келіп үйде отырайықса? Kızım, papamның жұмыстары ұқсап кетсе келе күнде байрам болып беремін саған. Оған өксейді. Мама, папамның өз жұмысының ұқсаған күні бар ма? Бізде өз қашан бай болып жасаймыз. Кеше Мадина үйінде үлкен елка құрған екен, соны маған көрсетіп мақтанды. Кейін папам телефонынан көрдім, телеграмына да суретін қойып қойған екен. Мен сөйтіп қойып мақтанғым келіп бау достарыма. Қанекей пұлым болғанда. Ал базарға барып өш әкеліп, анау мынау әкеліп, осы дастарханды толтырып, шаңырағымменен бірге ойнап күліп, күтіп алсам деймін мен де жаңа жыл. Қой, осы жылда күйеуім менен балаларымды алып, атасының үйіне барып күтіп ала қояйын. Қазір 12-ден бұрында қоңсылардың үйме үй кіріп, жаңа жылды тойлап, байрамлап шығатығым әдет бар. Қоңсыларымның бәрі жиналып кіріп келсе, алдына қоятын еш нәрсе болмаса, ұятқа қаларман және. Оның орнына үйде болмадық, қыдырып кеттік деп айта қоярман ертесіне. Қанекей, ақшам болып осы дастарханды толтырып, қызыма азғантай, кішкентай болса да бір торт әперіп, үйімізде ойнап күліп отырғанға не жетсін. Бұл күндеріміз де өтіп кетер. Иншаллах, кейінгі жыл бұл дастарханымыздың атырапында ойнап күліп, жақсы жағдайда отырғанбыз. Я Раббым, өмірлік жолдасымның тапқанына береке бер. Үйімізден бақыт, қуаныш, жақсы күндер арнасын. Сәлем достар, қалайсыздар? Бұл видеоны неге шығарып отырмын себебі сіздердің бір ілтимасым бар кішігірім. Қазір бұндай жағдайда емеспіз, шүкір. Қазір хаминнің жағдайы дерлік жақсы, бірақ 100% деп айта алмаймыз. Сол үшін ілтимас сіздерден не алдыңыз, не кидіңіз, перзенттеріңізге қандай сауға бердіңіз, бұлардың бәрін интернет тармақтарына көзетіп шығара бермеңіз деп сұрап қалдым. Себебі сізді қуантқан нәрсе басқаларды қадақ қылуын оны қалаймын. Бұндай сезімге ешкім келмесін. Мүмкін қазір біздер жүзде жақсы жағдайдамыз, шүкір. Бірақ сіздер де жүзде жақсы жағдайдасыз, дауым болсын. Бірақ қай жерде тұр бір шаңырақта кішкентай бір қыздың жүрегі, кішкентай қыздың үлкен жүрегі, осы сіздер көз қылып атырған затты үйіндегілердің телефонынан көріп қаттыға өксініп, ішінде бір кемдікті сезінуін, өзін бір бақытсыз сезінуін қаламес едім. Сол үшін ілтимас, сіздер атырған барлық нәрсемізді ойланып істейік. Баршаңызге 2026 жылы құтты болсын. Жаңа табыс, жаңа береке, шаңырақтарыңызға мол ырысқа несібе алып келсін. Бізден күзде қазбан. Біздер сіздерге күйеулеріңізге жетіп баратқан жақсы контент шығаруды елете давам етеміз.